Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен нәтиже сабақты өтеміз. Нәтиже сабақ мен не үйрендім? Балалар, жаңа сөздермен таныс боламыз. Мы теперь с вами познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздер: көше, улица, ағаш, дерево, жаяу жол, тротуар. Повторите еще раз. Көше, ағаш, жаяу жол. Молодцы, ребята! Келесі тапсырма: мәтінді оқы, прочитай текст. 4-ші тапсырма 75-ші бетті ашамыз, балалар. Мәтінді бірге оқимыз. Біздің көше кең. Көше – это улица, да? Наша улица просторная, кең, просторный. Көшеде мектеп бар. В нашем улице находится школа. Мектептің жанында жаяу жол бар. Жаяу жол – ол тротуар. Возле школы есть тротуар. Жаяу жол тар. Тротуар тар – это узкий. Көшеде бағдаршам тұр. Бағдаршам – это светофор. На улице есть светофор. Бағдаршамның қызыл, сары, жасыл көздері бар. У светофора есть 3 цвета. Қызыл, красный, сары, желтый, жасыл, зеленый. Келесі тапсырма второе задание. 2-ші тапсырма, балалар. Біз бұл тапсырманы ауызша жасаймыз. Мы делаем это устно. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Дополните предложение, используя нужные слова. Бізде қажет сөздер бар. Тар, кең, ұзын және қысқа. 1-ші сөз тіркесі: көше кең. Улица просторная. Жаяу жол тар. Тротуар узкий. Сызғыш қысқа. Сызғыш – это линейка. Қысқа – короткий. Жол ұзын. Дорога длинная. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.